Асканур каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен түрлі түсті чак-чак дайындайтын боламыз. Оған жұмыртқа, ұн, краситель керек болады. Жұмыртқа ол өз қалауларыңызға байланысты, аз керек десеңіз 2, көп десеңіз 3-тен, не 3-тен артық қолдануға болады. Сонымен қатар, красительдің қымбаттауын алған дұрыс. Біз жақта қымбаттауы болмағандықтан мен осындай пачкадағысын алдым. Жұмыртқаны жеке-жеке бір-бір ыдысқа бөліп алуға болады, немесе араластырып 3-ке бөлуге болады. Сон араластырғаннан кейін, 3-ке бөліп алғаннан кейін, әрбіреуіне өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты красительді қолдануға болады. Содан кейін сол жұмыртқа мен красительіміз араласқан сұйықтығымызға ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды жұқа қылып жайып, өз қалауымыз бойынша кесіп аламыз. Сосын майды қыздырамыз да, әрбіреуін жеке-жеке қуырып аламыз. Оларды біріктіріп араластыруға да болады, немесе жеке-жеке мейізімізді салып, балымыз бен қантымызды ерітіп, үстіне құйып, шақшағымызды жасаймыз. Ас болсын.